Сәлеметсіздер ме? Мен Орталық Қазақстан Академиясының оқытушысы Қаскен Айпара Бағдатқызы. Пәніміздің атауы бағалаудың өлшемдік технологиялары. Алғашқы бірінші дәрісіміз дәріс тақырыбы оқу жетістігін бағалау жүйесі. Жоспары: жеке бағдарлы оқытудағы бағалау жүйесінің ерекшелігі, оқушының жетістіктерін бағалау мақсаты, оқушының жетістігін бағалау принциптері, оқушының жетістігін бағалау түрлері, 12 жылдық білім беру кезінде қолданылатын бағалау жүйесі. Жеке бағдарлы оқытуда бағалаудың әр түрі мен әдістерін қолданудың маңызы зор. Оқушыларға өз білімдері мен дағдыларын көтеруге және алдағы уақытта қай бағытта жұмыс істеу керек екендігін анықтауға мүмкіндік туса, мұғалім оқушының оқу мазмұнын терең түсінуіне және оқып үйренуде тәуелсіз болуына қажетті ақпараттарды алады. Бағалаудың әртүрлі тәсілдерін, әдістері мен техникасын, оқушылардың өтілген тақырыпты түсіну дағдыларын қалыптастыру, дәрежесін анықтау мақсатында мәліметтер жинау үшін ұтымды қолдану мұғалімге оқытуды жүйелеуге мүмкіндік береді. Яғни әр оқушының талабы мен мүмкіндігі ескеріледі. Ал оқушы білім алуына және алдағы өміріне қажетті өзінің білімін жоғары құзыреттігін қалыптастыруын бақылайды. Бағалау оқыту мәселелерінің диагностикасы мен жетістіктерін, кері байланысты оқу процесіне қатысушыларды білім берудің жағдайымен, мәселелерімен және жетістіктерімен таныстыруды өлшеудің негізгі құралы. Оқушының оқудағы жетістіктерін бағалау жүйесі білім беру бағдарламасын меңгеру сапасын бағалайтын оқу үрдісінің негізгі элементі. Қазіргі кездегі мектептің білім беру жүйесінде бағалау, баға, белгі деген сөздер тек синоним түрінде қолданылады. Бірақ іс жүзінде олай емес. Бағалау оқушының оқу және танымдық қызметін бақылау, сонымен қатар білім беру сапасын жақсарту мақсатында оқушы туралы ақпараттарды жинақтау, жазу, тіркеу және интерпретациялау процесі. Баға. Бағалау процесінің қорытындысы бағалау бойынша іс-әрекет немесе қызмет, кері байланыстың сапалы ақпараты. Белгі. Оқушының білім алудағы жетістіктерінің бағасын цифрмен, әріппен немесе басқа да түрде жинақтап өрнектейтін шартты формальды символ. Оқушылар білім алуда сапалы нәтижеге қол жеткізу үшін қазіргі бағалау мынандай болуы керек. Оқу процесіне қатысушылардың барлығына түсінікті, икемді, көп жабдықты, психологиялық жағынан жағымды, көп құрылымды. Оқушының білім алудағы жетістіктерін тиімді бағалау мақсатында мұғалім бағалаудың мынандай түрлерін сәтті қолдануы тиіс: диагностикалық, формативтік, яғни қалыптастырушылық және жиынтық. Оқушының білім алудағы жетістіктерін бағалаудың мақсаты алынған білім нәтижелерінің алдын ала жоспарланған деңгейге сәйкес келу дәрежесін анықтау болып табылады. Бағалау оқушының оқудағы мақсаты мен жетістіктерге жету критерийіне көңіл аудару. Мұғалімнің әрекетін әр оқушы жеке дамыту технологиясын жетілдіруге бағыттау. Атап айтқанда, оқушыға әр қарай білім алуда дұрыс шешім қабылдауға қажетті ақпараттар беру. Оқушыға өзін-өзі бағалау дағдысын қалыптастыру. Оқушылармен үнемі кері байланыста болу. Оқушыға әрі қарай мақсатты түрде білім алу керек екендігін дәлелдеу. Ақпараттарды беру. Оқушыға оның жұмысының сапасы туралы, оқушыдағы процестер туралы мұғалімдерге, білім алу нәтижесіндегі жетістіктердің деңгейі туралы ата-аналарға, мектеп және елді мекен бойынша жалпы есеп беру саясатын қалыптастыру. Оқушының жетістігін бағалау принциптері. Мұғалімге өз қызметінде мынандай принциптерді басшылыққа алуға тура келеді. Бірінші, маңыздылық. Оқушының білім алудағы және іс-әрекетіндегі неғұрлым маңызды жетістіктерді бағалауға көңіл аудару. Теңбе-теңдік. Оқушының білімінің, іскерлігінің, дағдысының, құндылықтарының, мақсаттағы құзыреттілігінің және оқудағы жетістіктерінің бағаларының сәйкес болуын қадағалау. Шындық және әділдік. Нақты бағалау критерийін жасап жүзеге асыру. Критерий бағалауды және белгі қоюды оқушыға қысым жасау қаупінен арашалайды. Интеграцияланған. Бағалауды жүзеге асыру жоспарлы және жан-жақты ойластырылған оқытудың құрамдас бөлігі болып табылады. Ашықтық.
Бағалаудың критерийі мен әдістерін тапсырманы орындамас бұрын хабарлау. Оқушылар бағалау критерийін жасауға да қатыса алады. Қолжетімділік. Барлық білім алу процесіне қатысушылар үшін бағалау процесінің қарапайым және оның түрлері мен әдістерінің айқын болуына ұмтылу. Жүйелілік. Бағалау процедурасын тізбекте және жүйелі орындау. Мейірімділік. Оқушы мен мұғалімнің арасында жетістіктерді арттыруда серіктестік қатынаста болуға жағдай жасау. Оқушының жетістігін бағалау түрлері. Мұғалімнің қызметінде оқушының жетістіктерін тиімді бағалауды жоспарлауда бағалаудың мақсатын білу қаншалықты маңызды болса, оның жеке түрлерін білу соншалықты маңызды. Осы параметрлер бойынша бағалау мынандай үш түрге бөлінеді. Диагностикалық, формативтік, яғни формативтік қалыптастырушы, суммативтік, жиынтық немесе қорытынды. 12 жылдық білім беру кезеңінде жалпы білім беретін мектептің сыныптарында бағалау барысында талдануға сәйкес келетін 10 балдық бағалау жүйесі алынады. 0 балл қанағаттанарлықсыз, 1 және 2 балы қанағаттанарлықтан төмен, 3 балы қанағаттанарлық, 4 балы қанағаттанарлықтан жоғары, 5 балы жеткілікті жақсы, 6 балы жақсы, 7 өте жақсы, 8 үздікке жақын, 9 үздік, 10 өте үздік. Білім алушының іс-әрекетінің барлық түрін бағалау оқушының алған балдарын қосу әдісімен жүргізіледі. Әрбір оқу пәні бойынша жоғары балл білім алушының белгілі бір оқу кезеңінде іс-әрекеттің белгілі бір түрін орындағанда, сондай-ақ білім алушылардың іс-әрекеттерін бақылаудың ағымдық, аралық, қорытынды формаларында алған балдарын қосу арқылы анықталады. Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау жүйесі оларды оқыту және тәрбиелеуде нақтылған нәтижелерді қадағалауды және оларды әрі қарай жетілдіруді көздейді. Оқу жетістіктерін бағалау түрлері. Сабақ сайын білім алушылардың оқу нәтижелерін бағалау. Оқу іс-әрекетінің деңгейіне сәйкес белгіленген баға ауқымы аясында бір сабақ ауқымында жинақталған балдардың орташа арифметикалық мәнін анықтау арқылы жүзеге асырылады. Орташа арифметикалық мәнді анықтау үшін оқу іс-әрекеті деңгейлеріне репродуктивті, продуктивті сәйкес әртүрлі тапсырмаларды орындағанда алған оқушылардың балдары пайдаланылады. Жалпылау, тақырыптық және қорытынды бағалауда мұғалім олардың іс-әрекеттерінің барлық деңгейлерін ескереді. Яғни ағымдық, кезеңдік, межелік кезеңдер, ағымдық 2-11 сыныптар оқу кезеңдерінде бағалау, оған тақырыптық сабақ сайын, кезеңдік бөлімді аяқтауда, сондай-ақ жарты жылда оқу жылында бағалау, яғни тақырыптық жалпылау. Үшіншісі межелік оқу циклдары аяқталғаннан кейін, яғни 2-ші, 4-ші, 6-ші, 8-ші, 10-ші, 12-ші сыныптардан кейін бағалау. Бастауыш және негізгі мектепті аяқтағаннан кейін аралық мемлекеттік бақылау және оқыту нәтижелерін межелік бақылаулар арқылы өткізіледі. Жалпы орта білімді алуды аяқтағаннан кейін ұлттық бірыңғай тестілеу ретінде жалпы орта білім сапасын мемлекеттік бақылау түрінде өткізеді. Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау мониторингі білім беруден күтілетін нәтижеге қатысты әрбір 2 жылдық оқыту циклдары соңында өткізіледі. Келесі дәрісіміздің тақырыбы мектеп оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау. Жоспары. Оқу жетістіктерін критериялық бағалау туралы жалпы түсінік. Оқушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың критерийлары. Критериалды бағалаудың негізгі принциптері мен функциялары. Критериалды бағалаудың тиімділігі. Критерийлік бағалау жүйесі қандай да бір оқу материалы қаншалықты мөлшерде меңгерілгендігін анықтайтын, іс жүзіндегі дағдылар қалыптасатын, оқу курсында бекітілген белгілі бір талаптардың ең аз көлемін меңгеру деңгейін салыстыру мүмкіндігі анықтайтын жүйе. Критериалды бағалауды енгізудің мақсаты. Мектепте білім беру сапасын көтеру, мектеп бітірушілердің білімін халықаралық стандартқа сәйкестендіру. Критерийлік бағалау. Оқушының жеке басы емес, оның жұмысы ғана бағаланады.
оқушының жұмысы басқа оқушылардың жұмысымен емес, эталонмен салыстырылады, яғни үздік орындалған жұмыс үлгісімен. Оқушы өз жетістіктері мен өзінің бағасын анықтайтындай бағалаудың нақты алгоритмі жасалған. Оқушыға берілген білім ғана бағалана алады. Сондықтан бағалау критерийі оқу мақсаттарының нақты көрінісі. Пән бойынша жалпы оқу мақсаттары оқушылардың сол пән бойынша жетістіктерін және олардың жекелей жұмыстарының нәтижесін жалпылау бағалау критерийлары болып табылады. Рубрикатор – оқушының өткен тақырып бойынша алған білімін бағалау критерийларының тізбесі. Ол қандай да бір тақырыпты меңгеру мақсатымен анықталады және берілген рубриканы ашатын критерийлармен толықтырылады. Критерий – оқыту міндеттерімен анықталады. Оқушының жұмыс барысында орындайтын және нәтижесінде меңгеруге тиісті әртүрлі іс-әрекетінің тізбегі. Дескрипторлар – әрбір критерий бойынша оқушының жетістік деңгейін сипаттайды және белгілі ұпайлармен бағаланады. Жетістік жоғары болған сайын ұпай да жоғары болады. Өткен тақырып бойынша барлық жұмыстар, бақылау жұмыстары да сәйкес рубрикамен бағаланады. Рубрикаларды оқушы әр тақырыпты бастар алдында алады. Бұл берілген тақырып бойынша қорытынды жұмысы қалай бағаланатындығын түсінуіне мүмкіндік береді. Дәлірек айтсақ, рубрика оқушыға берілген тақырыпты меңгеру нәтижесінде нені үйренетіндігін және осы тақырыпты меңгеру үрдісіне неге көбірек көңіл аудару керек екендігін көрсетеді. Яғни оқушы өз оқуының белсенді бір жағы субъект болады. Рубрика оқушы не үшін оқып жүргендігін, критерий ол нені үйрену керек екендігін, ал дескриптор оқушы оны қалай орындау қажеттігін көрсетеді. Егер рубриканы қандай да бір төбе деп есептесек, критерий баспалдақ. Ал дескриптор жоғары көтеріле отырып сенімді түрде мақсатқа қарай жылжуға болатын жеке басқыштар. Критерийлар мен дескрипторларды қолдана отырып, оқушы жақсы нәтижеге жету үшін қандай қадамдар жасау керектігін анық көре алады. Ол жұмысын өздігінен бағалай алады және уақытында аяқтай алады. Критерий оқушыларға жұмыстың басында таныстырылады. Сондай-ақ критерийді мұғаліммен бірге талқылайды. Тұжырымдалуына және критерий құнына өзгеріс енгізілсе, сонымен қатар оны оқытуды жақсарту үшін бағалау деп те атауға болады. Балдық бағалауда оқушылар жасаған еңбегіне сәйкес балл жинайды. Балдық жүйеде белгілі критерийлармен өлшенетін жазбаша жұмыс болуы керек. Бағалаудың әр параметрі сабақтың және деңгейдің тармағында көрініс табады. Барлық көрсетілген параметрлар белгіленген критерийлар бойынша өлшенеді және есептеледі, және оқушылар онымен таныстырылады. Бағалау критерийлармен және дескрипторлар оқушыларға ұсынылады. Сол дескрипторлар арқылы оқушылар өзінің деңгейін анықтай біледі. Оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау кезінде негізгі 6 критерий қолданылады. Критерийларымыз: теориялық білім, коммуникация, есептер шешу, жобалау жұмысы, ақпаратты өңдеу, тәжірибе жүргізу. Дескрипторлар: материалды білу және арнайы терминдар мен түсініктерді дұрыс және оңтайлы пайдалану. Коммуникация: логикалық ауызша немесе жазбаша түрде берілген терминология мен шартты белгілерді пайдаланып, оқушыларға ғылыми ақпараттарды беру мүмкіндігі. Ақпаратты беру кезінде оқушылар көрнекілік құралдарын, яғни суреттер, сызба нұсқалар, модельдер пайдаланады. Критерий есептер шешу дескрипторы: оқушылар ғылыми ақпаратты берерде әртүрлі ақпарат көздерін қолданып, таныш және стандартты емес жағдайларды шеше алады. Оны қолдана алады, алынған ақпаратты талдай алады. Жобалау жұмысы: оқушы мұғаліммен зерттеу мәселесін мақсатын анықтап, зерттеу әдістемесін таңдайды, өз қызметін жоспарлап, қорытынды шығарады, алынған нәтижелерді өз бетімен бағалай алады. Критерий ақпаратты өңдеу дескрипторы: оқушы барлық мәліметтерді жинақтап жаза алады. Қажет болған жағдайда C жүйесіне келтіріп сәйкестендіреді. Мәліметтерді жүйелеп, сызба нұсқа түрінде және кесте түрінде жаза алады. Нәтижені талдап, қорытынды жасайды. Критерий тәжірибе жүргізу дескрипторы: оқушылар лабораториялық құралдарды дұрыс пайдалана алады. Байқаудағы және өлшеулердегі нәтижелерді дұрыс
ала алады, техникалық қауіпсіздік ережелерін сақтайды. Максималда балдары барлық критерийда 6. Критериалды бағалау шкаласы, яғни рубрикаторлар. Критерий А. Дескрипторлар. Төменде көрсетілген критерийлардың бірі де орындалған жоқ. Оқушы кесте бойынша денелердің тығыздығын анықтап, олардың мәндерін салыстыра алады. Яғни бұл жерде тексерілетін жұмысқа қойылатын ұпай бірінші оқыған дескрипторымызда 0 болса, екінші оқыған дескрипторымызда 2. Жетістіктер деңгейі барлығында 6 болып есептеледі. Екінші тапсырма, төменде көрсетілген критерийлардың бірі де орындалған жоқ. Оқушы кесте бойынша денелердің тығыздығын анықтап, олардың мәндерін тұрақты көлемде салыстыра алады. Бұл жерде де ұпай дәл сондай, орындалмаған жағдайда 0, орындалған жағдайда 2 деген ұпайды қоятын боласыз. Соңында жауап парағы және де жиналған ұпайларды мектеп бағасына ауыстыру бойынша кестелеріңіз көрсетіледі. Критериалды бағалаудың басты ерекшелігі алдын ала ұсынылған бағалау шкаласы анық, айқындылығы, бағаның әділдігі, баланың өзін бақылауға мүмкіндіктің берілуі. Бұл тәсіл баланың күнделікті алған білімінің меңгеру деңгейін анықтайды. Негізгі бақылау жұмысына дейін білімін жүйелейді, қателіктерден сабақ алуды үйретеді. Әр пәннің, әр тапсырманың бірнеше критерийі бар. Мысалы, математика пәнінен берілген тапсырма туралы айтайық. Бірінші критерий бойынша баланың формуланы білетіндігі тексеріледі. Екінші критерий формуланы пайдалана алатындығы анықталады. Үшінші критерий осы формула арқылы графикті қалай сызатындығын білу үшін керек. Төртінші критерий нәтижесінде баланың осы формула арқылы талдау жасай алатындығы тексеріледі. Осы 4 критерий бойынша балл қойылады. Балл шкаласы бағаға ауыстырылады. Еліміз компьютерді толық меңгеру, ғаламторда жұмыс істеу бойынша жетістіктерге жетіп келе жатыр. Ендеше мынандай функцияларды бағалап атап өтсек. Бақылау, дамытушылық, оқытушылық, мотивациялық, тәрбиелік, диагностикалық. Критериалды бағалаудың тиімділігі. Мұғалімдерге сапалы нәтиже алуға бағытталған критерийлар әзірлеуге, өзінің іс-әрекетін жоспарлауға және талдауға жедел түрде ақпарат алуға, білім беру сапасын арттыруға, оқытудың сапасын жақсартуға, әр оқушының жеке ерекшеліктері мен қабілеттерін ескере отырып, оқыту траекториясын құруға, бағалаудың түрлі тәсілдері мен құралдарын қолдануға, оқу бағдарламасын жетілдіруге ұсыныстар енгізуге мүмкіндік береді. Оқушыға өзінің түсінігі мен қабілетін көрсету үшін оқытудың түрлі стильдерін және ойлау әрекетінің типтерін қолдануға, өз нәтижелерін болжау арқылы табысқа жету үшін бағалау критерийларын білуге және түсінуге, өзінің және өз құрдастарының жетістіктерін бағалап рефлексияға қатысуға, шынайы міндеттерді шешу үшін өз білімдерін қолдануға, түрлі көзқарастарды білдіруге, сын тұрғысынан ойлауға мүмкіндік береді. Ал ата-анаға өз баласының оқыту деңгейі туралы объективті дәлелдер алуға, баланың оқудағы прогресін қадағалауға, оқу үрдісінде оқушыға қолдау көрсетуге, мектеп әкімшілігі мен мұғалімдермен кері байланыс орнатуға, баласының мектепте және сыныпта жайлы сезінуіне, сенімді болуына мүмкіндік береді. Келесі дәрісіміз Кембридж тәсілімен оқыту және оқу үшін бағалаудың маңыздылығы. Жоспары Кембридж тәсілімен оқыту және оқу үшін бағалау. Формативті, яғни қалыптастырушы бағалау жүйесі. Суммативті, яғни жиынтық бағалау жүйесі. Бүгінгі күні оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау оқу үдерісінің маңызды да салмақты бөлігі болып табылады. Сол себептен зерттеу іс-әрекеттерін кеңінен қолданып, оқушылардың жетістіктерін бүгінгі күннің талабына сай жаңаша бағалау жүйесі қажет етіледі. Бұл жерде оқушылар өзін-өзі бағалау, бірін-бірі бағалау, топтық бағалауда оқу үдерісінің белсенді қатысушысы бола алады. Өйткені
Дәстүрлі бағалау процесінде мұғалім оқушыға жауап берген үшін немесе сабақ оқымаған үшін баға қояды. Сонда оқушы қаншалықты әділ баға алғанын білмей қалады, күмәнмен қарайды. Бағалаудың жаңа әдісінде оқушы бағаны қандай критериялар бойынша алғанын, келесі сабақтарда қандай критерияларға көңіл бөлу керектігін ұғынады. Бұл жүйеде оқушының нәтижесімен бірге іс-әрекеті де бағаланады. Одан басқа оқушыларды бағалауда мұғалім түрлі әдіс-тәсілдерді қолдана алады. Біріншіден, оқушының қызығушылығы артады. Екіншіден, мұғалімнің жұмысы да жеңілдеуі мүмкін. Оқушылар бірін-бірі бағалау, топпен бағалау, топты бағалау әдістерін қолданғанда. Бағалау оқыту нәтижесін анықтау үшін қолданылатын тәсіл. Оқушының берілген тақырыпты меңгерудегі кемшіліктерін жоюда, оның үлгерімінің нәтижелі болуына ықпал ететін фактор. Бағалау көбінесе баға қоюдың синтездік түрі, яғни 1-ден 5-ке дейінгі ранг арқылы жүзеге асады. Сондай-ақ мектеп тәжірибесіндегі бағалау баға қоюмен ғана шектелетін тәсіл емес. Ол материалды меңгермеу фактісімен қатар оның себептерін анықтауға мүмкіндік беретін оқытудың маңызды құрамды бөлігі болып табылады. Жоғары оқу орындарында бағалау рейтингтік әдіс арқылы жүргізіледі. 1960 жылдардан бастап формативтік, яғни қалыптастырушы және суммативті, яғни жиынтық бағалау терминдарының арасындағы айырмашылық енгізіле бастады. Нақтырақ айтқанда, жіктеу үшін өткізілетін оқуды бағалау және оқытудың бөлігі ретінде бағалауды қолдану болатын оқыту үшін бағалау арасында. Оқытуды әдістерді жақсарту мүмкіндіктерін анықтауға бағытталған оқыту үшін бағалау дербес тұжырымдама ретінде 1999 жылдан кейін қолданысқа енді. Бағалау оқытудың алға жылжуын белгілейді және өзінің функциясы бойынша бағалау жиынтық болып саналады. Оқушыны қандай мақсатта не үшін қалай бағалаймыз? Бағалау кезінде мынандай мақсаттар болуы мүмкін. Оқытудың қиындықтарын анықтау, жетістікке жеткендігі кері байланыс, уәж, болжау, стандарттарды бақылау, бағдарламаның мазмұны мен стилін бақылау. Бұл келтірілген барлық бағалаудың түрлерінде бақылау, интерпретациялау, қорытындылауды қамтиды. Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау модулі білім беру, оқыту үдерісіндегі әдіс-тәсілдердің барлық түрлерімен байланыста болады. Мұны меңгеру үшін қалған модульдердің мазмұнын игеру қажет. Болжау, сұрыптау, бақылау, жоспарлау әдістерін меңгеру керек. Оқушылардың алға қарай даму мақсатында жұмыс нәтижелерін өздерін бағалай білуі керек. Оқуды бағалаудың мақсаты оқушылардың оқып білгенін жинақтау. Бірақ маңызды мәні бар тест жүйесі арқылы оқушылардың білімін бағалау оқыту үдерісіне кері әсерін тигізуі мүмкін. Мұғалімнің оқушыларды бағалауы ол оның білімін топтау белгілі бір шаблонмен салыстыру. Мұғалімнің іс-әрекеттеріне қарай, шеберлігіне қарай оқушыларды бағалауда бірнеше әдістер қолдана алады. Жеке, жұптық, топтық, жиынтық қателер талдауын салыстырмалы түрде өздері кері байланыс және тағы да басқа. Оқушының мұғалімге деген сенімі артады, көзқарасы өзгереді. Оқыту үшін бағалау мен оқуды бағалау модулі бағдарламаның басқа модульдерімен тығыз байланысқан. Бұл модульді пайдаланғанда барлық жаңа тәсілдердің мазмұнын дұрыс игеру керек, орынды пайдалану керек. Оқыту үшін бағалау мен оқуды бағалау модулі оқушылардың білім деңгейін анықтауға, алдағы жұмыстарды қалай жоспарлау керектігі, алға қойған мақсатқа жету алгоритмін құру керек. Барлық модульдер бір-бірімен өте тығыз байланысқан. Сабақ беру кезінде бір модульді пайдалану басқа модульдің міндетті түрде кірістірілетінін сеземіз. Екінші жағынан, кез келген модульді пайдаланғанда оның нәтижесін білуіміз керек. Яғни, қаншалықты сабақ беру кезінде таңдап алынған модульді пайдаланғанымызды бағалауымыз тиіс. Қазіргі кезде оқытудың көптеген жаңа технологиялар жайлы айтылып, бұқаралық ақпараттар құралдары арқылы да жарияланып келеді. Бұған көптеген материалдар бар. Оқуды бағалау тақырыбы өте күрделі және мұғалімнің оқушыға қоятын бағасы өте тиянақты, әділ, маңыздылық пен дәлелділік
жариялылық пен қарапайымдылықпен сипатталатын болса, оқушылардың да оқуға деген ынтасы артуына, қандай да бір мақсатқа жетуіне ықпал етеді деп есептейміз. Оқушылар тапсырманы шығармашылықпен, ізденіспен орындаса, тақырып мазмұнын суреттеп берсе, ол жұмыс жоғары бағаланатындығын біледі. Кез келген іс-әрекетте өзінің қиындықтары болады. Жаңа бағдарламамен жұмыс істеген мұғалімдердің де өздеріне лайықты жетістіктері мен кедергілерге кездесетіні болады. Мұғалімдер мектеп тәжірибесінде оқушыларды формативті бағалаудың бір ғана түрін қолданады. Оқушылардың білім алуға ынталандыруда формативті бағалаудың 12 түрін толық қолдануы оң нәтижелерін берері сөзсіз. Мұғалімдер оқушыларының іс-әрекеттерін сипаттап жазған рефлексивті есептерінде қиналады. Себебі мұғалімдердің өздерін бүкіл курс барысында біз тренер ретінде бағалайтынымызды сезбейді. Оларды курс барысында басынан соңына дейін біз формативті бағалаймыз. Курстың соңғы айында толығымен рефлексия жүргізіледі. Олар мектептегі іс-тәжірибе кезінде орындаған жұмыстарын екінші бетпе-бетте осында келіп толығымен бағалану үдерісіне түседі. Тыңдаушылардың өздері алдымен формативті бағаланып, соңынан портфолио жинақтап, таныстырылымдарды қорғап, емтихан тапсырып, жиынтық бағалау үдерісіне түсетінін бірі білсе, бірі білмей жатады. Бағалаудың бұл екі түрінің арасындағы байланысты түсінбей жатады. Ең үлкен қиындық міне осында жатыр. Әрине, бұл екі бағалауда да өздеріне қатысты өз критериялары болады. Формативті бағалау оқушының білім алуын үнемі бақылап отыратын мақсатқа бағытталған үзіліссіз процесс. Формативті бағалау формальды емес. Көбінесе белгі қоймай бағалау болады. Ол бағалау критерийларына сәйкестікке негізделіп кері байланысты ұстанады. Егер нәтиженің бағасы анықталған қажеттіліктерді ескеріп оқу процесін жақсартуға қолданылса, онда бағалау формативті болады. Формативті бағалаудың мақсаты: оқу процесі арасында оқушы мен мұғалімнің іс-әрекетіне түзетулер енгізу болып табылады. Түзетулер енгізу білім алу нәтижесін жақсарту үшін мұғалімнің немесе оның оқушылармен бірігіп жаңа мәселелерді ұсынуы. Формативті бағалау мұғалімге оқушылардың оқуда мақсатқа жету процесін қадағалап отыруға мүмкіндік береді және оқу процесінде дер кезінде өзгертулер мен түзетулер енгізуге, ал оқушыға өзінің білім алуында жоғары дәрежедегі жауапкершілікті сезінуге көмектеседі. Формативті бағалау күнделікті тәжірибеде қолданылады, оқушыға да мұғалімге де қолайлы түрде пайдаланылады. Формативті бағалау білім берудің ерте кезеңінде оқыту процесіне өзгерістер енгізу мақсатында оқушының прогрестік дамуын бақылау. Әрбір оқушының жеке жетістіктерін басқа оқушылармен салыстырмай және оқудың нәтижесінің әкімшілік қорытындысы ретінде қарастырмай, мектепке формативті бағалау тәсілдерін енгізу міндетті көкейкесті мәселе. Бағалаудың бұл түрінің қалыптастырушы болып аталатындығы бағаның нақты бір оқушыға оның білім мазмұнын меңгерудегі кемшіліктерін анықтауға, оның орнын барынша тиімді толықтыруға бағытталған. Педагог осындай бағалау әрекеті арқылы пәнді меңгерудің мақсаты нақты анықтап, оқушының өткен тақырыптарды біртұтас үйлесімді картина түрінде елестетуіне, нәтижені бақылаудың барабар тәсілдерін өзі анықтай білуіне, жоғары деңгейге жетуге ынталануына көмектеседі. Оқушылар өзін-өзі бағалау ұстанымдарын, өзінің жұмыс нәтижелерін жетілдіру тәсілдерін меңгереді, өзінің оқуына деген жауапкершілікті мұғаліммен бөліседі. Формативті бағалау технологиясын қолдану педагог пен баланың арасында кері байланыс сыртқы кері байланысты ішкі кері байланысқа ауысады, ал бұл оқушыны білім берудің субъектісі деңгейіне көтерілуіне ықпал етеді. Оқушы өзін бақылап, өзінің әрекет тәсілдерін таңдайды, нәтижелерін өзі бағалайды, оны мұғалім жалғастырады. Солайша бала мақсат қоя білу, күтілетін нәтижені жоспарлау, оны бақылау тәжірибесін жинақтау арқылы өзінің түйінді құзыреттіліктерін қалыптастырады. Қалыптастырушы баға технологиясы мұғалім қызметінің алгоритмі мен алгоритмді жүзеге асыру ресурстарының бірлігінен тұрады. Мақсатты белгілеудің мәрелік нүктесін анықтай отырып, әрі қарай былайша жылжу қажет болады.
мақсатты өлшенетін оқу нәтижелеріне аудару, нәтижеге жетудің деңгейін анықтау, бағалаудың мазмұны және техникасын іріктеу, оқудың сәйкес әдістерін таңдау және жүзеге асыру, бағалауды жүргізу және оқу нәтижелерінің өлшенетін деңгейіне жеткендігін анықтау. Ресей ғалымдары Фишман мұғалімнің қалыптастырушы бағалауды ұйымдастырудағы алгоритмін мына тұрғыда ұсынады. Жоспарланған оқу нәтижелерін анықтау, оқушының маңызды оқу нәтижелерінің жоспарлау және оған жету әрекетін ұйымдастыру, оқушылардың жоспарланған оқу нәтижелерінің кері байланыс схемасын көмегімен жетуін жүргізу. Суммативті, яғни қорытынды бағалау. Белгілі бір уақыт аралығындағы тақырыпты тарауды оқып болғаннан кейін оқушының білімінің, іс-әрекетінің, дағдысының, құзыреттігін қалыптасу деңгейін анықтауға арналған. Суммативті бағалау көптеген тексеру жұмыстарының нәтижелері бойынша жүргізіледі. Тексеру жұмыстарына қойылған бағалар қорытынды бағаны анықтауға негіз болады. Суммативті бағалаудың мақсаты: белгілі бір уақыт аралығында оқушының меңгерген білімінің, іс-әрекетінің, дағдысының, құзыреттілігінің қалыптасу деңгейін анықтау және алынған нәтижелердің стандарт талабына сай болуын анықтау. Суммативті бағалауды практикада жүзеге асыру әртүрлі бақылау-тексеру жұмыстарын жүргізуді талап етеді. Бақылау-тексеру тапсырмаларын құрғанда оның сұрақтары мемлекеттік білім беру стандартының мазмұнына және пәндік оқу бағдарламасына сай құрылуы қажет. Оқушының жетістігінің деңгейін тексеру үшін мұғалімдер әдетте дайындалған сұрақтар нұсқасын, тесттерді немесе оқулықтағы әр параграфтың тараудың соңындағы сұрақтарды пайдаланады. Сонымен қатар, мұғалімдер өз тәжірибелерін, қосымша әдебиеттерді пайдаланып, өздіктерінен тапсырма сұрақтарын құрауға болады. Осылайша мұғалімнің оқушылардың белгілі бір оқу нәтижелеріне жетуін қамтамасыз ететін дәстүрлі құралдардың, яғни әдістемелік, нұсқаулық тағы басқа. Бөлек бұл технология мынадай дәстүрлі емес ресурстарды ұсынады. Оқу нәтижелерін жоспарлау ресурстары. Оқушының оқу нәтижелерін ой операцияларының күрделілігіне қарай тізбектеп қоюға мүмкіндік беретін талаптар. Оқушының түйіндік құзыреттіліктерді қалыптастыруға берілетін еркін мазмұнды жүзеге асыруға қойылатын талаптар. PISA халықаралық зерттеуде 15 жастағы білім алушылардың математикалық, жаратылыстану және оқу сауаттылығы бағаланады. Бұл зерттеуінің кезекті 2015 жылы зерттеудің жаратылыстану сауаттылығы бағытына басым көңіл бөлінеді. PISA зерттеу аясында 15 жастағы оқушылардың ғылыми жаратылыстану сауаттылықтарын зерттеу маңызды. Оқушылардың білім жетістіктерін бағалау бойынша PISA халықаралық бағдарламасын экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы үйлестіреді. PISA зерттеуінде ғылыми жаратылыстану сауаттылығы ретінде білімдерін қолдана білу, қоршаған әлемді және оған адамның іс-әрекетінен қосылатын өзгерістерді түсінуге және сәйкесінше шешімдер қабылдауға қажетті мәселелерді анықтап, негіздемелі қорытындылар жасай білу қабілеттерімен түсіндіріледі. Бүгінгі таңда білім беретін мектептер PISA халықаралық зерттеулерге сәйкес жаратылыстану бағыты бойынша оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту мен бағалауын қалыптастыруда. PISA халықаралық зерттеулерге сәйкес мәтінді түсіну мен оқу жаратылыстану бағыты бойынша оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту мен бағалау, яғни адами құндылық түсінігі қазақ халқының өмір тәжірибесінде ешқашан өзектілігін жоймаған. Еліміздің PISA 2015 зерттеуіне қатысуы өзін-өзі дамытуды максималды түрде іске асыру мен қоғам өміріне орынды қатысуы үшін өздігінен іздену, талдау жасау, құрылымдау, ақпараттарды дұрыс пайдалануға мүмкіндік береді. Келесі дәрісіміздің тақырыбы топтық жұмыстағы бағалау әдістемесі. Жоспар: топпен бірге жұмыс кезінде оқушылардың оқудағы жетістіктерін бағалау. Топтық жұмыстың бағалануы
топтық жұмыс барысында оқушының өзін-өзі бағалауы. Оқытудың белсенді әдістерінің бірі топпен жұмыс екені белгілі. Сабақ барысында осы әдісті жиі қолданғанмен мұғалімдер мынадай сұрақтарды жиі қояды. Топтық жұмыс әдісімен оқушылардың жетістіктерін қалай бағалауға болады? Топтық жұмыс әдісін бағалауда нені формативті бағалауға жатқызуға болады? Топпен бірге жұмыс жасау кезінде қандай да бір істің атқарылуы маңызды емес. Оның топпен қалай жасалғаны маңыздырақ. Бұл жағдайда жұмыстың нәтижесі ғана бағаланбайды. Сонымен қатар жұмыс барысы да бағалануы тиіс. Өйткені топта жұмыс істей білу оқушыны қалыптастырудағы өте маңызды құзыреттілік. Бұл жағдайда формативті бағалау оқу процесінің бір бөлігі болып табылады. Себебі топпен бірге жұмыс істеу арқылы оқушылар бір-бірімен ақылдасып, сұрақтар қойып, кері байланыс жасайды. Осы арада мұғалімнің топтық жұмыс кезінде тапсырманы міндетті түрде бағалау керек еместігін есте ұстағаны жөн. Топтық жұмысты бағалаудың бірнеше бағыттары бар. Мұғалімнің әрбір топтың белсенділіктерін бағалауы. Мұғалімнің белсенді қатысып отырған оқушыларды бағалауы. Өзін-өзі бағалау, өзара бағалау, мұғалім мен оқушылардың топтық жұмысты бірлесе отырып бағалауы. Топтық жұмысты ұйымдастырудың алдында мұғалім төменде берілген шарттармен оқушыларды алдын ала таныстырып өтуі керек. Топтық жұмыстың мақсатын және оның өтілетін тақырыптың білімділік мақсатымен сәйкестілігін хабарлау. Тапсырмаларды бағалаудың критерияларын анықтау. Кім бағалайтынын хабарлау. Топтық жұмыстың уақыты мен өткізілу түрін анықтау. Бағалаудың ұстанымдарын хабарлау. Мұғалімнің топтық жұмысты бағалау кезінде топтағылардың әрқайсының әртүрлі баға қоюы ұсынылмайды. Себебі ол топтық жұмыстың белсенділігіне кері әсерін тигізеді. Бірақ мұндай жағдайда да мұғалімнің топтық жұмысқа қатысып отырған және мүлдем белсенділік танытпай отырған оқушылар жайлы айта кетуі жөн. Топтық жұмыстың бағалануы. Мұғалім бақылаудың бір түрін құрастырып, оны қатысушылармен бірге талқылайды және мақұлдайды. Топтық жұмысты бағалаудың қандай да бір уақыт көлемінде, яғни 90-дықта, жарты жылдықта пайдаланған жөн. Топтық жұмысты бағалау мұғалім тапсырмаларды берген соң әрбір топ белсенділіктерін бақылап, кестені толтырып отырады. Оқушылар тапсырмаларды орындап жатқан кезде мұғалім кестедегі топтық бірлестік пен тәртібі деген қатарларды толтырады. Ал әр топ өз жұмыстарын баяндап жатқанда келесі екі қатарды толықтырып отырады. Осылайша процесс жалғаса береді. Ең соңында қорытындысын шығарып және нәтижелерді талқылайды. Бұл кезде мұғалім қатысушыларға төмендегідей сұрақтар қоюына болады. Әр топтың жұмыстарының қандай жағымды жақтары болды? Тапсырмаларды орындау барысында қандай кедергілер болды? Оларды қалай жеңуге болады? Бірінші сұраққа жауап алу кезінде мұғалім қатысушылармен әрбір топтың жұмыстарындағы жетістіктерін айта кетіп, ортақ нәтиже шығарады. Ал екінші және үшінші сұрақтар оқушылардың зейінен пайда болған кедергілерге шоғырландырып бірлесе шешуді қарастырады. Топтық жұмыс орындағандағы нәтиже мұғалімнің қандай да бір шешім қабылдауына мүмкіншілік береді. Егер де оң нәтижелер көрсетсе, онда мұғалім тақырыпты әрі қарай жалғастыра береді. Ал егер нәтижелер жоғары болмаған жағдайда, онда ол оқушыларға қосымша тапсырмалар, жаттығулар беріп, тағы да басқа әдістерді қолдана отырып, тақырыпты тереңірек түсіндіруі қажет. Мәліметтің көмегімен алынған бақылаулар және оқушылармен қарым-қатынас орнату арқылы мұғалім талдай жасай отырып, топтық жұмыстағы дағдыларының даму деңгейін, оқу материалының меңгерілуінің сапасын анықтауға және оқушылардың оқудағы жетістіктерінің сапасын жақсартуы бойынша әрі қарай қадамдарын жоспарлай алады. Нәтижесінде қолданылған әртүрлі формадағы топтық жұмыстың бағалауларын мұғалім оқушыларға үйрете алады. Бірінші, топта жұмыс істеу процесін бағалау.
Екінші, өзін-өзі бағалау механизмін қолдану арқылы дайын тұрған жұмыстың күшті және әлсіз жақтарын анықтау. Жетінші дәріс. Дәріс тақырыбы бағалаудың басқа түрлері. Жоспары диагностикалық бағалау жүйесі, өзін-өзі бағалау, оқушылардың бірін-бірі бағалауы. Диагностикалық бағалау оқушының білімінің, іс-әрекетінің, дағдысы мен құзыреттілігінің қалыптасуының алғашқы деңгейін анықтау. Диагностикалық бағалау әдетте оқу жылының басында немесе бір тақырыпты тарауды оқытудың алғашқы сабағында жүргізіледі. Бағалаудың бұл түрі оқушыға да, мұғалімге де қазіргі жағдай мен талаптар туралы дұрыс көзқарас қалыптастыруға мүмкіндік береді. Диагностикалық бағалаудың қажеттілігі мыналар арқылы анықталады. Оқушылардың даярлық деңгейінің әртүрлілігі, оқыту мазмұнын тізбектей қалыптастыру, оқушының білім алу процесі мен оқытуда таяу арадағы даму аймағына сәйкес талаптар мен мүмкіндіктерін көре білу қажеттілігі. Диагностикалық бағалаудың мақсаты пән бойынша тақырыпты немесе тарауды оқуды бастарда оқытудың мақсатына қатысты оқушының алатын орны туралы ақпарат алу болып табылады. Диагностикалық бағалау мұғалімге оқушының сұранысы бойынша оқу жоспарын өзгертуге немесе алдағы уақытта оқып үйренуде туындайтын қиындықтарды жеңуді болжауға көмектеседі. Диагностикалық бағалаудың бірінші буыны оқушының бір тақырыпты курсты оқығанға дейінгі жинақтаған білім қорына немесе дағдысы мен құзыреттілігінің деңгейіне сүйеніп, оның білім алу деңгейін алдын ала сараптау. Бұл жұмыс мұғалімге жаңа тақырыптың қай бөлігінде оқушыға қиындық туындайтынын анықтауға және бұл қиындықтарды болдырмау қадамдарын жоспарлауға көмектеседі. Педагогтар алдын ала тест алудың мақсаттарының тізбегін анықтады. Алғашқы білім мен тәжірибенің диагностикасы, алғашқы білім мен тәжірибенің өзектілігі, алғашқы білім мен тәжірибенің проблемалылығы, оқушылардың өз дайындық деңгейлерін өздігінен бағалауы, оқушының көзқарасынан пәннің маңызды аспектісін бөліп қарау, оқылатын тақырыпқа қызығушылық туғызу, оқытылатын тақырыпты оқушылардың күтуін туындату. Алдын ала тестілеу диагностикалық бағалаудың жалғыз түрі емес екенін байқаймыз. Тақырыпты оқытудың алғашқы кезеңінде сол курс бойынша ой қорыту және болжам жасау үшін рефлекстік жағдайлар туындатуға болады. Бұл кезеңде тақырыпты, бағдарламаны оқытылып жатқан курстан не күтетінін талқылау керек. Диагностикалық бағалаудың екінші буыны жаңа тақырып бойынша оқушының білімін, іс-әрекеті мен дағдысын, құзыреттілігін тексеру болып табылады. Мұғалім тестілеуді тақырыпты оқудың соңында жүргізіп, оқушы өтілген тақырыпты қаншалықты дұрыс қабылдағанын, құзыреттіліктерді меңгеру дәрежесі туралы ақпараттар алады. Өзін-өзі бағалау. Бұл оқушының өзінің күшті немесе әлсіз жақтары, мүмкіндіктері мен қиындықтары туралы ақпараттарды жинап және талдауға бағытталған процесс. Формативті бағалау оқушылардың өзін-өзі және сыныптастардың бағалау әдісін қолдануды қарастырады. Бұл әдістер формативті бағалаудың тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Оқушылар өзін-өз және бірін-бірі бағалауды дұрыс меңгергенде ғана бағалаудың дәлдігі мен сенімділігі жайлы сұрақ туындамайды. Оқушыларға өзін-өзі бағалауда эмоцияға берілмей, сыни тұрғыдан қарауға машықтандыру керек. Өзін-өзі мен бірін-бірі бағалаудың мәні. Оқушылар оқу процесінде алдына қойған мақсаты және түсінікті бағалау критериялары болғанда ғана өздерін бағалай алады. Оқушылар үшін өздерінің жетістіктерін бағалау ақпараты төмендегідей элементтерден тұрады. Алға қойған мақсаты, берілген және қалыптасқан межелер, яғни критерий, қазіргі қол жеткізген жетістіктер деңгейінің сипаттамасы, алдына қойған мақсаттары мен жеткен жетістіктерінің айырмашылығын түсіне білу. Өзін-өзі бағалау тиімді іске асу үшін оқушылар өз жұмыстары мен қабілетінің қалай бағаланатыны түсінікті болуы, сыни тұрғыдан ойлау дағдысының дамуы, дәлдікті дамыту, яғни объективті тұрғыдан қарауға үйрету. Оқушылардың назарын алға қойған мақсаттарына аудару қажет. Оқушының өзін-өзі бағалауы мұғалімнің бағасымен сәйкес келуі керек. Өзін-өзі дәл бағалауға тәрбиелеу мынадай екі бағалауды салыстыру арқылы жүзеге асады. Олар өткенді шолатын және болжамды болып келеді.
Ұстаз оқушыларға жұмыстарының бағасының өлшемі жайлы және мақсаттарын үнемі еске салып отыруы қажет. Өзін-өзі бағалаудың уақытын жоспарлау керек. Сабақтың мақсатын таныстырып, оқушылар өздерінің мақсаттары мен бағыттарын дәл және айқын көре алу үшін тақтаға, қабырға көрнектетіп баға өлшемдерін көрсетіп қою керек. Төменде топтық жұмыста өзін-өзі бағалауының үлгісі берілген. Бұл үлгіні қолданар алдында мұғалім оқушыларға топ ішіндегі өз жұмыстарын өз бетімен бағалауды ұсынады. Үлгі оқушының топтағы өз жұмысын нақтырақ бағалап, және оны мұғалімнің қойған бағасымен салыстыруына мүмкіндік береді. Бірінші кесте аты, оқушының аты жөні, уақыты, сыныбы және де қызметінің түрі, яғни топта атқаратын қызметінің түрі берілген. Және де тест құрастырып, тест түрінде оқушыңыздың қаншалықты деңгейде өзін бағаланатынын біліп анықтасаңыз да болады. Өзін-өзі бағалау бұл тек қана өз жұмысын бағалау ғана емес, сонымен қатар туындаған мәселелерді өз бетімен анықтап және оның шешу жолдарын табу. Төменде көрсетілген кестенің оқылып жатқан материалындағы мәселелерін анықтап, оларға талдау жасап, оның шешу жолдарын табуға мүмкіндік береді. Яғни ол жерге идея жазбасы, аты, мерзімі деп көрсетіп қойсаңыз болады. Және де кестеге мынандай сұрақтарды енгізсеңіз болады. Мен нені білемін? Менің нені міндетті түрде түсінуім немесе білуім керек? Шешім және ескерту, түсініктеме және нақтылау. Бағалау және оқу процесі барысында оқушының белсенді қатысу формативті бағалаудың маңызды құрылымы болып табылады. Сол себепті оқушы өзінің оқу нәтижелерін бағалау барысында міндетті түрде белсенді қатысушы болуы қажет. Ол үшін өзін-өзі бағалап үйрену, сол сияқты өзінің нәтижелерін жақсарту жолдарын таба білуі керек. Оқушылардың бірін-бірі бағалау. Сыныптастардың бағасы бағалауды үйретудің толыққанды әдісі болып табылады. Сонымен қатар өзара бағалау қатысушыларға оқытылған материалды бір-бірінің жұмыстарын бағалау әдісімен бекітуге мүмкіндік береді. Бірін-бірі бағалаудың артықшылығы оқушылар басқалардың жұмыстарының әлсіз және мықты жақтарын байқап үйренеді. Сонымен қатар өзінің жеке алға жылжуын талқылай алады. Бірін-бірі бағалаудың артықшылығы. Бірін-бірі бағалау интерактивті сипатта болады. Оқушы немесе оқушылар тобы басқа оқушы немесе топтың жұмысына баға бере отырып, өздеріне пайда келтіреді. Жұмысты алдын ала белгіленген межелермен бағалайды. Басқалардың жұмысын бағалағанда, өз жұмысындағы қателерді көріп, қажет болса түзеуге мүмкіндік алады. Бірін-бірі бағалау әлеуметтік және коммуникативті қабілеттерді жақсартуға көмектеседі. Оқу процесінде бірін-бірі бағалаумен белсене айналысса, оқушылар баға мен бағалаудың маңызы жайлы тереңірек ұғынады. Бірін-бірі бағалау әдісін қолданарда оқушылар арасында дау туындамау үшін мұғалім барынша сақ абай болуы керек. Ол оқушыларға өздері немесе тобы емес, олардың жұмыстары тексеріліп бағаланатыны жайлы айтып кетуі тиіс. Бірін-бірі бағалау әдісін жиі қолдана беруге болмайды. Оқушылардың жұмыстарының нәтижесін талдай отырып, мұғалім оқушылардың қандай мәселелерге тоқтағаны туралы мәлімет алады және қандай қадамдарға әрекет ету керек екенін болжап, қорытындылап, мәселелерді шешу жолын қарастырады. Демек, мұғалімнің алған мәліметтерді жеке алынған оқушының деңгейінде, сынып деңгейінде талдауға мүмкіндігі болуы керек. Құрметті студенттер, осымен бағалаудың өлшемдік технологиялары пәні бойынша дәрістеріміздің оқытылудың жиынтығын аяқтаймыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.